Қазақстанның мемлекеттік қорғаныс комитетінің тұңғыш әрі жалғыз төрағасы, тұңғыш қорғаныс министрі, тұңғыш халық қаһарманы. Қазақстан Республикасы армиясының тұңғыш генералы. Бұл айтылғанның барлығы Ақмола облысының тумасы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов туралы. Туған жеріміз Қазақстан, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Қосмауыл деген жер бар сонда. Мен жас кезімнен жетім қалдым. Әкем мен туысымен өлген, шешем 6 жасқа келгенде қайтыс болды. Сонымен ағамның қолында болдым. 41 жылы оны соғысқа шақырып кетті. Мобилизациямен бірінші күні. Содан сонда қайтыс болды. Сағадат пулеметшілер училищесіне жолдама алады. Онда немере ағасы Мәкенмен бірге оқиды. 8 айдың ішінде 3 жылдық оқу бағдарламасын меңгерген олар лейтенант атанды. 43 жылы ағайындылар майданға аттанады. Алайда 2 бөлек әскери бөлімге түседі. 45 жылдың 17 қаңтарында капитан Нұрмағамбетов Польшаны азат ету кезінде Висла-Одер операциясы барысында Магнушев плацдармдағы шайқастағы ерлігі үшін батыр атағына ұсынылады. Ол басқарған пулеметшілер ротасы 2 күнгі шайқаста 120 фашистің көзін жойып, жаудың 12 пулемет нүктесін талқандайды. Магнушев қаласының оңтүстік батысында жау қоршауын бұзып шығу кезінде Нұрмағамбетов шабуылдаушы батальон құрамында соғысқан ротаға өте тамаша басшылық жасайды. Станокты пулеметтердің бірінің көздеушісі қатардан шыққанда, оның орнын басып, жаудың қарсы шабуылын 2 рет тойтарады. Осы шайқаста дұшпанның 65 жаяу әскерінің көзі жойылып, қалғандары кері қашады. Пилица өзенін кесіп өту кезінде Нұрмағамбетовтың ротасы 35 фашистің және 6 пулемет нүктесінің көзін жояды. Шайқаса жүріп еленген плацдармға бекініп алған Нұрмағамбетов ротасы Лиханице елді мекенін жаудан азат етуші атқыштар ротасының алға жылжуын қамтамасыз етеді. 45 жылдың 27 ақпанында Нұрмағамбетовке батыр атағы беріліп, артынша марапат иесін табады. Марапатты армия қолбасшысы тапсырды. Ленин ордені мен алтын жұлдызды өз қолымен қадаған. 45 жылдың 8 мамырында Нұрмағамбетов Берлинді алу шайқасында көрсеткен ерлігі үшін 2 рет батыр атағына ұсынылады. Ол кезде майор атанған ол, Одердағы Кюстрин плацдармынан Берлинге дейінгі кескілескен шайқасты бастан өткерген атқыштар батальонын басқаратын еді. Батальон қала көшелерінің өзінде ғана 100 гитлершілді жер жастандырып, 9 тірек пунктін жояды және 1560 фашисті тұтқынға алады. 45 жылдың 31 мамырында ол Қызыл ту орденімен марапатталады. Соғыстан кейінгі уақытта қызметін армияда жалғастырып, қолбасшының орынбасары болып қызмет еткен Сағадат Қожахметұлы Орта Азиялық әскери округтың таратылуына байланысты 1989 жылы генерал-лейтенант шенімен отставкаға шығады. Алайда отставкаға шығу Нұрмағамбетовтың қарулы күштермен байланысына кедергі болған жоқ. 1991 жылы Нұрмағамбетов Қазақстан мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы болып тағайындалады. 1992 жылы осы комитет Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылғанда Сағадат Қожахметұлы оның тұңғыш басшысы болады. 1993 жылы жоғары генералдық атақ, армия генералы атағы тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш рет Нұрмағамбетовке беріледі. 1995 жылдың қазан айында ол Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Осы жылдың қарашасында әскери қызметтен босатылғаннан кейін Сағадат Қожахметұлы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі болады. Қазспецэкспорт мемлекеттік кәсіпорында еңбек етіп, зейнетақы қорында тәуелсіз директор қызметін атқарады. Қазақстан Республикасы президентінің Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағын беру туралы жарлығы еліміздің қарулы күштерін қалыптастыру мен дамытуға, қорғаныс қабілетін нығайтуға сіңірген еңбегі және жастарға патриоттық тәрбие беруге белсене ат салысқан үшін Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағы номері 1 алтын жұлдыз тапсырыла отырып берілсін. Қазақстан Республикасының президенті